сәлеметсіз ме құрметті 9-шы сыныптың оқушылары, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз ағылшын пәні бойынша бөлім бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмаларды орындайтын боламыз. Ең алдымен арнамызға тіркеліп және лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Бізде бөлім Motivate for the Young Travel and Tourism. Туризм. Ә, Жалпы бізде осы бөлім бойынша жиынтық бағалау тапсырмалары берілген. Саяхат және туризм бөлімі бойынша жиынтық бағалау тапсырмалары 4-ші тоқсанға арналған. Бірінші жиынтық бағалау тапсырмалары. Олай болса тапсырмамызды бастайық. Бізде алғашқы тапсырма листенинг тапсырмасы. Жалпы бізде БЖБ тапсырмасы екі тапсырмадан тұрады. Біріншісі бұл листенинг, екіншісі бұл бізде спикинг тапсырмаларынан тұратын болады. Біз енді қазір ең алғашқы тапсырмада жалпы бізде листенинг тапсырмасы берілген, яғни тыңдалым тапсырмалары. Біз тыңдау арқылы осы жерге жауап беруіміз керек. Бізде сұрақтар берілген. Таспаны тыңдаңыз және бос орындарға дұрыс жер атауларын қойыңыз деп бізге берілген екен. Бізде берілген сөздер Оксфорд, Манчестер, Лондон, Кембридж, Эксетер. Бізде тыңдалым сөйлеуші, яғни сіздер тыңдайсыздар, сол арқылы сіздер жауап беру керексіздер. Тыңдалымда А деп бізге берілген. Осы жерде listening А, бұл жерде жалпы не жайында айтылған, соны біз белгілеуіміз керек. Дұрыс. Сөйлеуші Кембриджге барғысы келеді, яғни А сөйлеушісі Кембриджге барғысы келеді. Бізде бірінші жауап Кембридж. Келесі listening B, the speaker wants to go to Manchester. Яғни бізде В сөйлеуші Манчестерге барғысы келеді. Келесі бізде the speaker wants to go to Oxford. С сөйлеушісі Оксфордқа барғысы келеді. The train is going to Exeter. Яғни бұл жерде Эксетерге, кешіріңіздер, пойыз Эксетерге бара жатыр. Келесі бізде соңғысы, бесіншісі the passenger want to go to London. Бізде жолаушылар Лондонға барғысы келеді. Міне, құрметті оқушылар, дәл осылай орындайсыздар. Келесі біз speaking тапсырмасына көшейік. Choose one card and answer the questions. You have 1 minute to prepare and 1-2 minutes to tell about it to your partner. Your partner will assess you speaking using the following criteria. Яғни бұл жерде сіздер тапсырмаларды осы берілген критерий бойынша орындауларыңыз керек. Төменде карталардың бірін таңдаңыз және сұрақтарға жауап беріңіз. Сізде 1 минут дайындалуға және 1-2 минут сөйлеуге уақыт бар. Сіздің серіктесіңіз сізді келесі критерийлер бойынша бағалайды деп бізге берілген. Жалпы сіздер осы жерде бағалайсыздар. My partner answer all of the questions. Яғни ол жерде барлық сұрақтарға жауап берді, пәнге қатысты сөздік қорды дұрыс қолданды, өз ойын дұрыс синтаксиспен жеткізді деген секілді бұл жерде критерий берілді. Осы критерий бойынша жұп-жұп болып өздеріңізді бағалайсыздар. Сол арқылы сіздер спикингте бағаланасыздар. Осы жерде сіздер бағаланасыздар. Яғни бір картаны таңдау арқылы сіздер бағаланасыздар. Мен енді бірінші картаны орындаған болатынмын. Жалпы бірінші картаны алдым. Are the main places that you would particularly like to go. Бұл жерде енді былай айтылған. Мен Жапонияға баруды қатты қалаймын.
бұл елдің бай мәдениеті, дамыған технологиясы және әсем табиғаты табиғаты мені әрқашан қызықтырған. Мен Токионы аралап, м, Киотодағы ежелгі ғибадатханаларды көргім келеді. Сондай ақ атақты Фудзи тауын тамашалап, нағыз жапондық суши мен раменді татып көргім келеді. Жалпы сондай ғой, сіздерден сұрайды. Қазіргі уақытта мен нақты демалыс жоспары жоқ. Жалпы демалыс уақыттарыңызды сұрайды. Бұл жерде holidays деп тұр. Демалыс уақыттар жоспарлайсыз ба, қай жаққа барғыңыз келеді, соның барлығына осы жерде жауап бере кетулеріңіз керек. Сол бойынша сіздер критерий бойынша бағаланасыздар. Ал енді бұл жерде толықтай сіздерге төлем құрадым. Біз толықтай бағаландық. Осы жерден біз толық балды алған болатынбыз. Қалған карталарда өздеріңіз алсаңыздар болады. Сол жерге өздеріңіз жауап бере кетсеңіздер болады. Енді біз әрине дескриптормен бағаланамыз. Бізде толық балл 8 балл. Манағы көрсеткенімдей осы бұлар бағалау критерийлерінде тұрды. Ал мыналар ол манағы тапсырманы орындаған кездегі жинайтын балдарымыз. Солай біз листинг және де спикинг тапсырмаларын орындаймыз. Жалпы балл 8 балды толықтай алып шығамыз. Енді құрметті оқушылар, осы еңбегімді бағалап, арнама тіркелеп және лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы күндеріңізде сәттілік тілеймін. Бүгінге осы, сау болыңыздар.